Ай, күшігім ай. Болды, ұяңнан шыға қойғын. Ара ұшып кетті. Қорықпа. Шіркін-ай, мен осы аралар секілді ұшалсам ғой. Ауламыздағы керемет гүлдерді аспаннан бақылайтын едім. Гүлдерді жоғарыдан бақылау үшін ара болу шарт емес, балам. Қалайша, әкетай, мен ұша алмаймын ғой. Ол үшін бізге әуе шары керек. Әуе шары? Қазір, әкетай, мен әуе шарының суретін ғаламтордан іздеп көрейін. Мінекей. Шарайсың, балам. Әуе шары ауада жеңіл ұшуға арналған көліктің бір түрі. Оны газ немесе жылы ауамен толтырады. Ол еркін ұшатын және байлаулы болып бөлінеді. Әуе шарының түстері өте әдемі болады. Және оның себеті бар. Себеттің ішіне ұшқыш және жолаушылар жайғасады. Әуе шары арқылы жердегі тіршілікті бақылап, гүлдер алаңын толық көруге болады. Рас па? Иә, балам. Марғау, сәлем! Сәлем, досым. Досым, неге ентігіп тұрсың? Күшік, мен жаңа аулада доппен ойнап жүрген едім. Добым қалың шөптің арасына домалап кетті. Енді оны таба алмай, не істерімді білмей жүрмін. Егер добымды таба алмасам, бұдан бұлай екеуміз ойнай алмаймыз. Алақай, мен таптым. Мен білемін. Айтшы, досым, бізге әуе шары көмектеседі. Міне, қара, әуе шары аспанға көтерілуге арналған көліктің бір түрі. Онымен біз жоғары көтеріліп, шөптің арасындағы добыңды таба аламыз. Танысайық балалар, жаңа сөзбен бәріміз, оқуменен жазуды үйренерміз әлі біз. Алақай, біз білімді, біз ақылды боламыз. Алақай, біз бақытты боламыз. Байқаңдар, балалар, әуе шарымен жоғары көтерілгенде себеттің шетіне қатты жақындамаңдар. Иә, әкетай, абай боламыз. Досым, қарашы, гүлдер алаңы қандай әдемі. Иә, досым, өте әдемі екен. Бірақ менің добым қайда екен? Қазір қарап көрейін. Әне, таптым. Иә, көрдім, досым. Алақай, добым табылды. Енді топ менікі, оны ешкімге бермеймін. Енді қайттық, күшік. Доппен ойнай алмайтын болдық па? Марғау, досым, қане, бірге сауысқанға ән айтып берейік. Сол кезде көңілі көтеріліп, бізге допты қайтарып берер. Жарайды. Сауысқан, сауысқан, ұшып келген алыстан, апам берген күлшені шұқып тауысқан. Сені күншілдемейін, ұзын құйрық сауысқан, мен де күлше берейін, дос болайық табысқан. Жарайды, балалар, бұл жолы допты қайтарайын. Досым, енді ертерек төмен түсіп, доппен ойнайық. Қандай ақылдысыңдар өздерің. Балалар, бүгін біз қандай көлікпен таныстық? Ұшақ па? Әуе шары ма? Әлде кеме ме? Дұрыс айтасыңдар, балалар, әуе шары. Ендеше, балақайлар, қазір түрлі түсті қаламдарыңды алып, әуе шарының суретін салыңдар.